Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін бізде ауыл мұғалімі педагогикалық диалог жобасы. Бұл жобаның мақсаты ауыл мұғалімдерінің статусын көтеру және ауыл мектеп мұғалімдерінің арасындағы өзекті мәселелерге назар аударту. Олай болса, бізде қонақта Меруерт Ізбасарқызы. Меруерт Ізбасарқызы бізде Сауран ауданындағы ауыл мектебінде жұмыс жасайды. Педагогикалық өтілі қазіргі таңда 20 жыл болды. Меруерт мұғалім, қош келдіңіз. Ең алғашқы сұрағымыз, жалпы өзіңізді қалай таныстырған ұнайды сізге? Қайырлы күн баршаңызға. Менің сол еңбек өтілімнің тәжірибемді айтып таныстыра беріңіз. Жалпы 20 жыл өтіліңіз бар. Осы 20 жыл өтіліңіздің ішінде сізді педагог ретінде қандай жетістіктерге жеттіңіз? Жетістіктер өте көп менде. Ең алғашқы жетістігімді, ең бірінші жетістігімді егерде айтқан болсам, бұл мұғалім мектептің жаны болғандықтан, бұл мектепте білім алатын бізде оқушы. Сондықтан да мен алғаш осы университетті бітіріп келіп, Ыбырай атамыз айтпақшы, балаларды оқытуға аш қасқырдай кіріскен кезімде сондай бір жақсы қарқынменен жұмысқа кіріп, қызығушылықпенен жұмыс жасадым. Сол кездегі түлектерім қазір маған хабарласып, өздерінің жеткен жетістіктерін айтып, сіздің арқаңызда біз өмірге кірпіш болып қаланы алдық. Сіздің арқаңызда осындай біз өмірде өз орындарымызды тауып жатырмыз деп хабарласып, маған рахметін айтып тұрғанда, ол ойлаймын, менің ең алғашқы жетістігім сол шығар деп ойлаймын. Одан соң бізде мектептің бағдарламасы түбегейлі бір өзгеріске ұшырағанын білесіз. 2015 жылы сол бағдарламаны өзгеріске ұшыраған кезде жалпы маған өте қиын болды ол бағдарламаны меңгеру. Сондықтан ойладым, неге мен өзім барып осы бағдарламаны оқымасқа курсты. 2016 жылы педагогикалық шеберлік орталығына барып, педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы деген курсты оқыдым 3 ай. Сол бағдарламаны оқып болғаннан соң жалпы түбегейлі өзгерістегі бағдарламаны түсіндім. Және де 2017 жылы тренерлік курсты оқып, сол 7 модуль бойынша, жаңа бағдарлама бойынша мен мектепке келіп мұғалімдерді оқыттым. Оқыта отырып, мен курсты оқыған кезімнен, керісінше мен мұғалімдерді оқытқан кезде өзіме көп тәжірибе жинадым. Ол да менің бір жетістігім деп ойлаймын. Одан соң сол аудандық, облыстық, республикалық кезеңдерде көптеген оқушыларымның жетістіктері бар, байқаулардан және пән олимпиадаларынан жетістіктерім бар. Керемет, өте жақсы. Жалпы көрермендердің есіне сала кетейік, біз бұл жобаның мақсаты ауыл мұғалімдерінің статусын көтеру және ауыл мұғалімдерінің олардың жаңағы, біз айтамыз ғой, ауылды мынау қайнап жатқан қазаны деп елестетем өзім. Өйткені білім саласындағы тіпті дарын мектептеріне және басқа да мектептерге түспес үшін ең алдымен ол білімді көп жағдайда сол ауылдан алады. Одан кейін барып дарынын талантын шыңдауға, содан кейін барып басқа университеттерге жолдама алып жатады. Сондықтан бұл жобаның мақсаты тікелей осы ауыл мектептеріндегі мұғалімдердің мәртебесін көтеруді көздеп отырмыз. Енді сіздің ойыңызша қалай? Ауыл мектебі мұғалімінің қандай қиыншылықтары бар және қандай артықшылықтары бар? Өзіңіз және өте орынды айтып кеттіңіз. Ауыл бізде салт дәстүрдің берік ұстанған, сондай бір өте бір мәдениеттің өзегі. Мәдениеттің өзегі негізі. Бұл жерде енді қиыншылықтар жайында, жалпы педагогика саласында қызығымен қатар, оның қиыншылығы да қатар жүреді ғой. Енді ол әрбір мұғалімнің, педагогтың өзіне байланысты деп ойлаймын. Ол сол саладағы өзінің жолын қиындату да, қызықтыру да ол өзіне байланысты деп ойлаймын.
Жалпы мен өзім жеке атап айтар болсам, мен бір қатты бір қиыншылыққа тап болдым деп айта алмаймын. Себебі ол оқушымен жұмыс жасағаннан кейін бір жерде тоқтап қалмау керек. Қазір мынау заманның қарыштап дамып жатқан кезінде ол педагог үнемі ізденіс үстінде жүру керек. Жаңашылдыққа жаны құмар болу керек. Сол жаңашылдықты алып келіп, осы баланың жаңағы заман талабына сай болып тәрбиеленіп өсуіне ол үнемі өзінің үлесін қосып отыру керек. Сондықтан да мен бұл салада ауыл мектебінде бір қатты қиыншылық көрдім деп өзім айта алмаймын негізінде. Жақсы. Мысалы кейде біз жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, жаңартылған білім беру бағдарламасы деп. Сол тұсқа келген кезде көптеген ресурстар көбінесе ғаламторға байланысты болады. Ал біздің мысалы ауыл мектептерінде, шалғайда жатқан мектептер дейміз, қолжетімсіз интернетте мысалы кейде кедергі болып жатады. Кейде тіпті мысалы жаңалық бірінші қалаға келіп мүмкіндікті қала мұғалімдері көбірек көргенмен, кейде сол нәрсе ауыл мұғаліміне бір өз деңгейінде жетіп жатыр ма? Мысалы кейде бір тіпті арада түсінбеушілік деген нәрселер болады ма? Ондай жағдайлармен кездестіңіздер ме? Қазіргі кезеңде біздегі оқулықтардың басым бөлігінде тапсырмалар бізде осы интернет желісінен алыну керек тапсырмалар. Және де бізде мектептің техникалық базасы оған сай болу керек. Кішкене бізде сол жағынан қиындықтар бар. Техникалық базамен жабдықталу, сыныптың және де интернет желісінің жақсы жұмыс жасауы. Осы екі салада негізі қиыншылықтар бар ауыл мектебінде. Енді сіздің ойыңызша, осы ауыл мектептері көшке ілесуде қалай? Көшке ілесіп келе жатыр ма? Әлде әлі де бір назар аударатын, негізге алатын мәселелер бар ма? Көшке ілесіп келе жатыр деп мен сеніммен айта аламын. Себебі ауыл мектептерінде де өте білікті, өте тәжірибелі мамандар өте көп. Бізде де көшке ілесу үшін көптеген жобалар жасап жатыр. Міне сондай жобалардың осындай қалай десем болады? Менің сұрағым келген, мысалы ауыл мектептеріндегі мұғалімдермен мен де өте жақсы таныспын. Кезінде жаңадай бір әдістемелік көмекке барған жағдайда ауыл мұғалімдерінің мынандай бір қағидасын байқайтынмын. Өзгерісті жақсы көрмеймін, мені өзгерте алмайсың деген сияқты. Енді сол тарапта келген кезде мысалы қалай ойлайсыз, сол бір ауыл мұғалімдерінің барлығы дерлік ашықтыққа дайын, немесе өзгеріске дайын деп айта аламыз ба? Әлде сол бір дәстүрлі сабағымызды өтсек болды, әйтеуір оқушылар өздері үйреніп алар деген сияқты тұжырым бар ма? Себебі мен жақында бір ауыл мектебінде болдым, мұғалім өзі жаңағы IT құзыреттілігін толық қолдана алмайды ресурстарды, сондықтан бір оқушыны отырғызып қойған, ол жаңағы видеоны қосып береді екен, компьютермен жазуын жазып береді екен да, ал ауыл мұғалімі енді дұрыс. Бұл жерде ауыл мұғалімінің тырнақшадағы кесірінен, былайша айтқанда, оқушының IT құзыреттілігі дамып жатыр. Бірақ енді осы тарапқа келгенде ауыл мұғалімі, мен ойлаймын, қаншалықты өзін дамытуға, дағдысын дамытуға бір күш салып, соған жұмыс жасап жатыр. Немесе бір өзіңіз естіген ауыл мұғалімі өз білімін жетілдіру үшін мына жаққа барыпты деген нәрселерді естисіз бе? Енді әрбір салада әртүрлі деңгейде қызметкерлер жұмыс жасайды, мамандар, әртүрлі деңгейде. Сол сияқты бұл ауыл мектебі болсын, қала мектебі болсын, ол жерде мұғалімдердің деңгейіне қарай, тәжірибесіне қарай, біліміне қарай әртүрлі мұғалімдер болады. Мен 100% барлығы керемет, IT меңгеріп кеткен, барлығы сол техникамен өздерінің сабақтарын жаңа технологиямен өтіп жатыр деп бір керемет 100% айта алмаймын. Бірақ ол әр мұғалімнің өзіне байланысты. Ол халықтың баласына білім беріп жатқандықтан, ол сол баланың өзінің деңгейінде білім алып, өз деңгейінде осы заманымызға қазіргі гиперактивный деп жатамыз ғой балаларды. Міне сол өзінің балалардың сұранысына қарай
қажетті білімді бере алғандығында деп ойлаймын негізі. Әр қала мұғалімде де бар деп ойлаймын ондай жағдай. Ол тек ауыл мұғаліміне қатысты жағдай деп ойламаймын негізінде. Ал жаңа сіз айтып жатқан енді оқушы өзі басқарып отыр, мұғалім мына жақта тұр деген нәрсе, енді ондай барлық нәрсе мынау көш жүре түзеледі деп айтады ғой. Ол мұғалім сіз барғаннан кейін мүмкін ұялып қалған шығар. Ол енді сол нәрсені қателігінен өзінен сабақ алған шығар деп ойлаймын. Ол нәрсені жоқ, мен бұл жерде бір ауыл мұғалім статусын түсіруде емес, жалпы сондай бізде мәселе бар екеніне назар аудартқым келіп жатыр да. Бір кейде ауыл мұғалімдер сондай бір ашықтыққа немесе өз білімін жетілдіруге қаншалықты дайын, немесе қаншалықты өздері ынталы деген мәселе бар ма деп жатырмын. Бізде де ынталы өте мұғалімдер өте көп. Бізде 3 жыл сайын қазір бізде пән бойынша біліктіліктерін арттырып отырады мұғалімдер. Мынау жаңалықтың барлығынан хабардар мұғалімдер. Сондықтан ол жағынан біз өте ауыл мектебі төмен дәрежеде деп айта алмаймын. Оған өйткені жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Мұғалімдердің біліктілігін көтеру мәселесіне келген кезде. Өте жақсы. Енді осы ауыл мұғалімдеріне қатысты кейде мынандай нәрселер айтылады да, бірақ мынау жаңағы көбінесе білім сапасы осы ауылдық жерлерде төмен деп жатады да, және ол жерлерге мамандар жетіспейді деп жатады. Осы мәселе көзқарасыңыз қалай? Мамандар жетіспейді деген мәселе бізде ауылда, мен өзім мәселен өзіңіздің ауылыңызда өзекті мәселе деп ойламаймын. Себебі ауылда бізде жастар көп, қазір оқып келіп отырған. Енді мен қазір сұрағыңыз қандай? Кәсіби несіне өсуіне? Мұғалімнің кәсіби өсуіне. Мамандар жетіспеушілігі және оның кәсіби өсуі. Сол мамандар жетіспей жатыр деп айтамыз, мысалы, сол білім сапасына әсер етеді деген. Білім сапа, білім сапасына келгенде мен ауыл мектебінің білім сапасы өте төменгі дәрежеде деп айта алмаймын. Өзім, менің қазір 1 ай болды осы оқу орынбасарлығына келгеніме. Қызметімнің ауысқанына өзімнің номері 2-ші жалпы білім беретін мектепте білім сапасы өте жақсы. Бізде 70%-80% білім сапа беріп жатқан пәндер бар. Сол бойынша енді білім сапасы жоғары болған бойынша енді осы нақты қойылып жатырған бағаларма зерттеу жұмыстары енді жүргізіліп жатыр қазір бізде. Оны да біз анықтаймыз. Алдағы уақыттарда өзі зерттеу жұмысын енді бастап жатырмыз. Жалпы ең төменгі дәрежеде білім сапа көрсетіп отырған кездескен жоқ маған. Жалпы пәндерде кездескен жоқ. Жақсы, мысалы сіз басшылық қызметке келдім деп жатсыз ғой, яғни орынбасар болдыңыз, оқушы жөніндегі орынбасар. Осы оқушы жөніндегі орынбасар бола отырып, мұғалімдермен жұмыс істеу қаншалықты қиын? Мұғалімдермен жұмыс жасау ол менің өзімнің шеберлігіме байланысты деп ойлаймын. Мен ол мектепке барғанда ешқандай бір қарым-қатынас жағынан ешқандай қиындық көрген жоқпын. Жалпы ол мектеп мені жақсы жылы қабылдады. Бірденен жұмысым бірденен алға жүріп кетті. Соның нәтижесі шығар деп ойлаймын. Қазіргі кезде 1 ай болды мен сол мектепте жұмыс жасағаныма. Бірнеше біздің байқаулардан жүлделі орындарымыз бар. Мен ол ұжымменен жақсы қарым-қатынаста жұмыс жасадым. Ал мұғалімдермен мынандай тіл табысу жағынан маған қиындық тудырған жоқ. Мүмкін ойлаймын, мен ол әрбір мұғалімнің өзінің шеберлігіне байланысты деп ойлаймын. Ал енді мысалы мектептің басқарма бөлігі дейміз, директор, мектеп әкімшілігі, сол бөлік қаншалықты мұғалімдерге ашық, қаншалықты олармен кез келген мектептің мәселесін былай жүйелі түрде талдай алады. Сіздерде ол нәрсе бар ма? Мысалы біздің мектептің проблемасы мынау деп бүкіл педұжымды қатыстыра отырып жиналыстар өткізу деңгейлері қандай деңгейде? Ашық деңгейде. Семинарлар өтіледі, жиналыстар өтіледі. Мұғалім өзінің ойын ашық айта алады. Басшылық тарапынан болсын, ол бізде ешқандай қысым жоқ.
қандай қиындықтарға тап болып жатыр, оның шешу жолдарын қалай шешуге болады, ол жағын бірге ақылдасып солай жұмыс жасаймыз. Енді өзіңіздің кәсібіңізге қарай ойсақ, сіз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімісіз. Енді осы қазақ тілі мен әдебиеттің кейде біз былай айтамыз, ой, өзіміздің ана тіліміз ғой, өзіміздің әдебиет қой, онсыз да белгілі, ол жерде жаңағы кейде сабақты да үйрету бір оңай ғой деген сияқты жаңсақ пікірлерді естіп жатамыз. Сіз үшін осы пәндегі сабақ процесін қалай түсіндіре аласыз? Қаншалықты шынында оңай ма? Ойыңыз дұрыс айтып жатқан. Ол сырт көзге өте оңай деп, ана тіліміз болған соң оңай деп айтылады, бірақ бұл қазақ тілі мен әдебиеті пәні ол өте қиын пән. Себебі біздің ол құндылығымызды дәріптейтін тіліміз ғой енді. Біздің бүкіл рухани жан дүниемізді ашатын бұл пән. Сондықтан мектепте бірлестіктердің алдында бұл қазақ тілі мен әдебиеті пәні жүреді үнемі. Мен 20 жыл бойы Айтжанов мектебінде жұмыс жасадым. Сол жасаған жұмыс орнымда біз қазақ тілі бірлестігі үнемі алда тұрамыз. Ол алда тұрмауға біздің ешқандай хақымыз жоқ. Себебі біз жаңалықтың да жаршысы біздер, қазақ тілі мамандары. Бұл жерде өзімнің қиындығыма, өзімнің жеке пәніме қарай келетін болсам, мен осы Түркістанда білім алдым. Рухани қазіргі тілмен айтқанда рухани астанамыз ғой өзіміздің. Сондықтан ол жерде мықты мамандардан білім алғандықтан ойлаймын, маған өз пәніммен жұмыс жасау ешқандай қиындыққа соққан жоқ. Керісінше мен өзімнің рухани жан дүниемді толықтырып отырдым деп ойлаймын. Себебі бізде көркем әдеби шығармалар ғой әдебиеттен. Әдеби шығармаларды оқу арқылы мысалға Абай атамызды алайық, Ыбырайды алайық, кішкене ғана әңгімелерінің өзі түпкі беретін мағынасы, әрбір шығарманы оқып отырғанда олардан өзің ой түйесің, керегіңді аласың, тұжырым жасайсың. Сөйтіп мен өзім ойлаймын, қазіргі кезде адам болып қалыптасуыма осы пәнім тікелей қатысты болды деп ойлаймын мен. Және мен оны өзіме мақтан тұтамын. Керемет. Енді мынандай сұрақ, осы біздің сіздердің пәндеріңіздің аясында көбінесе қазір өзекті мәселенің бірі оқушылар кітап оқымайды, деген бір сондай сөз бар. Оқушыларға кітап оқыту қиын, себебі олар түрлі гаджеттердің құрсауында қалды, олар смартфоннан ажырамайды, есесіне балада зейін шоғырландыру деген сияқты дүние кемшін қалып бара жатыр. Сіздің тарапыңыздан қандай ұсыныс бар осы балаларды кітап оқуға қалай баулуға болады? Кітап оқуға бізде осы Айтжанов мектебінде бізде басшылық директорымыз бір жобаны қолға алды. Сол жоба бойынша әр бірлестіктің өзі біз тақырыптар алып жұмыс жасадық. Сол тақырыпты мен сол кезде осы арнайы оқушылардың көркем әдебиет оқымайтынын ескере отырып, тақырыпты осы көркем әдебиет оқуға бағыттап алдық. Сол бойынша оқушылар оқыған көркем әдебиеттерін ай сайын қорытындылап, бір талқылап, содан шыққан жеңімпаздарды анықтап отыруға. Енді мектеп қабырғасында осы әрбір басшылық тарапынан осындай бір жобаларды қолға алып отырса, кітап оқуға балаларды қызықтыратындай. Яғни мектеп басшылығы мүдделі болу керек, Енді мүдделі деп айта алмаймын, енді ол әр басшылықтың өз біледі ғой енді ол жағын, бірақ ол да мен ойлаймын дұрыс жасалған жоба деп ойладым да мен. Себебі біз сол жобаның арқасында көптеген оқушылармен көркем әдебиеттерді талқылап, және де сол әдеби шығармалардағы құндылықтарды баланың бойына сіңіретіндей етіп, жаңағы іс-шаралар ұйымдастырып, балалармен жұмыс жасадық. Ойлаймын мен енді әрбір мектепте осындай бір жақсы іс-шаралар ұйымдастырылу керек.
балаларды қызықтыратындай, және де ол көркем шығарманы тек қана оқып қоймау керек. Сол шығармадан ол не түйсінді, қай жерін өзіне үлгі етіп алатындай бір жақсы жері болды, қорытынды жасап отыру керек бала. Сол кезде ол балада рухани жан дүниесінің баюына көп бұл көркем шығарма әсер береді деп айта аламын мен. Қазіргі таңда мектеп оқу бағдарламасында бұрынғыдай емес, көркем шығармалардың тізімі аз. Бұрын есіңізде ме, біз мектеп оқып жүрген кезде бірнеше шығармаларды, бірнеше авторларды өтуші едік. Ал қазір мысалы кейде бір тоқсанға бір екі-ақ шығармалар беріледі. Бұл жалпы бір баланың көркем әдебиетті аз оқуына келтірмей ме? Кедергі болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, бір тоқсанда кейде бір шығармамен ғана шектеліп қаламыз. Бірақ енді бір шығарма болғанмен ол жерде мақсат әртүрлі болады, әр сабақтағы мақсаты. Бірақ көркем шығарманы аз оқып қалады, өзіңіз айтпақшы. Бірақ ананы талдауға мүмкіндік алатын сияқты. Ол сол шығарманы жете меңгеріп, әбден түсінуіне, оны мысалы бір сабақта оны талдайды, бір сабақта оны жинақтайды, бір сабақта ол содан түйгеннен эссе жазады деген сияқты. Ол жағынан келгенде оның да өзінің жетістіктері бар, ол мақсаттың да, қойылған мақсаттың. Бірақ сіз айтпақшы, көркем әдебиет аз оқылып қалады, бір кемшілігі. Бірақ жалпы баланың сол оқуға деген, былайша айтқанда, бір этапты түрде бір дағдысын дамытатын сияқты сол нәрселер. Жақсы, ал енді қазір сіздердің пәндеріңіз бойынша мына сұрақта көбірек айтылады. Бізден жалпы теорияны алып қойды, бізден диктантты алып қойды, шығарманы алып қойды. Бір қазақ тіл пән мұғалімі, биология пән мұғалімі болып кетеді деген сияқты. Осы мәселеге көзқарасыңыз қалай? Теорияны алып қойды деп мен де айтқан едім баста. Біздің алғашқы оқулығымызда теорияға байланысты міндетті түрде тапсырмалар болатын. Қазір көп мұғалімдердің жан айқайы осы ғой негізі. Кітапта бірізділік жоқ. Теорияға байланысты, теорияның өзі бізде қазір жүйелі берілмейді. Ол спиралды оқытуға бағытталып кетті ғой қазір жаңартылған бағдарлама бойынша. Бірақ бұл жерде мақсатқа бағытталған жұмыс жасаймыз біз. Ол тапсырманы біз өзіміз бәрібір қосымша дайындаймыз. Дайындауға міндеттіміз. Ол оқушыға сол теорияны меңгерту үшін біз түрлі әдіс тәсілдерімізбен ол оқулықты біз тек ресурс ретінде ғана пайдалана аламыз. Жаңа технологияларымыз бар, өзіміздің әдістес тәсілдеріміз бар, барлығын шеберлікпен байланыстыра отырып, сол теорияны да меңгертіп, және сол берілген тақырыптың мазмұнын да меңгертіп, сол тақырыптың мазмұнындағы берер құндылығында баланың бойына сіңіртіп, ол барлығын бірге ұштастыру, ол біздің өзіміздің мұғалімнің өзінің шеберлігіне байланысты. Тамаша. Енді сіз практик мұғалім ретінде, егерде бір қолыңызда билік күші болатын болса, қандай бір өзгеріс жасар едіңіз? Жалпы білім саласына өзгеріс демей қойшы, қандай ұсыныс айтар едіңіз? Ұсыныс. Бірден бізде, мен жаңа айтып кеттім ғой, бізде бірден бағдарлама жаңалық енді деп. Біз бірден дайын болмадық сол бағдарлама, жаңа енген бағдарламаға. Мен ойлаймын, осындай жаңа өзгерістерді енгізбес бұрын, оны алдыменен жоғары оқу орнында білім алып жатқан студенттердің бойына сіңіру керек сияқты. Сол студенттер маман болып шыққанда ғана бастау керек сияқты деп ойлаймын негізі ол жобаны. Ал бізде қазір сол жобаны, бағдарламаны көп мұғалімдер, курс оқымаған мұғалімдер, дұрыс түсінбеген мұғалімдер, кейде оны басқа жақтарға қарай дұрыс пайдалана алмаған жағдайлар бар. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, барған мектептерде осындай кемшіліктер болып жатыр деп. Сондықтан ол бағдарлама бізге келу үшін алдымен оны маман болып келе жатқан жастардың бойына сіңіру керек, және солармен бірге алып келу керек деп өзім ойлаймын енді.
Жақсы. Енді біздің сұхбатымыз жалпы соңына таяп қалды, бірақ сұхбаттың аяқтамас бұрын педагогтың анкетасы деген бір жасап едім, сол сұрақтарға кішігірім жауап беріп берсеңіз, қысқа жауаптармен жауап берсеңіз болады. Жалпы мұғалімнің бойында қандай қасиетті бағалайсыз? Мұғалімнің бойында ізденімпаздық болу керек, жаңашылдық болу керек, ол үнемі жаңалықтан хабардар болып отыру керек, жан-жақты болу керек. Жақсы. Осы жасыңызға келген кезде қандай нәрсеге өкінесіз? Не нәрсеге өкінесіз? Бір қатты бір өкінген кезім болмапты. Тамаша, керемет. Ерік жігеріңіздің пайыздық көрсеткішін нешемен бағалар едіңіз? Пайыздық көрсеткішпен көрсетсем, енді 100% десем артық болып кетер, 80% деп айтар едім. Жоқ, 100% десеңіз енді өзіңіз білесіз ғой. Жақсы. Ең сүйікті кітабыңыз? Сүйікті кітабым мен Абай Құнанбаевтың шығармаларын, оның ішінде Абай жолы романы. Сол Абай Құнанбаевтың шығармаларымен тәрбиелендім. Тамаша. Сондықтан ол менің сүйікті ақын жазушым, тұлғам пір тұтатын, және де ол кісінің шығармалары менің сүйікті шығармаларым. Керемет. Жалпы біреудің айтқанын орындау жалпы сізге оңай ма? Басшылықтың, директордың, немесе басқарманың деген сияқты. Қаншалықты қиналасыз? Егер өз көзқарасыңызбен сәйкес келмесе? Көзқарасыммен сәйкес келмесе, сәйкес келмеген маған тапсырма берілмеген екен. Сәйкес келетін тапсырма беріледі, біз қалай тапсырма беріледі, орындап жібереміз. Тамаша. Ондай ой, артық ой болған емес. Ең ұнатпайтын ісіңіз қандай? Ұнатпайтын ісім мен қаламай тұрған, мен дұрыс көрмей тұрған тапсырмадан үстіме бұйыра сөйлеп соны жасату шығар. Ұнатпайтыным. Демек, мүмкін жаңағы жерде бір сұрақтың арасында сондай тұстар да болған шығар мүмкін. Мүмкін болған шығар. Кейде мысалы мынандай ғой, біздің көзқарасымызға келмейтін дүниелерде бәрібір адам ішінде қарсылық болады да. Жақсы, ұнатпайтын ісіңіз бұйыра сөйлеу. Мұғалім мәртебесі туралы қандай идеяңыз? Идеяңыз қандай жалпы? Ойыңыз қандай? Мұғалім мәртебесі бізде 2019-да мұғалім мәртебесі бекітілді ғой. Дұрыс, мұғалім мәртебесіне менің өзім көзқарасым дұрыс. Ол немен өлшенеді? Мысалы, көбісі айтады, мұғалім мәртебесі заңмен бекітілсе, заң жүзінде жүрсек, мұғалімнің мәртебесі артады деген сияқты ұғым бар да. Осыған ойыңыз қалай? Ол мұғалімнің өзіне байланысты деп ойлаймын. Мәртебесінің оның қай деңгейде тұрғаны, қай деңгейге дейін көтере алатындығы, ол заңға сеніп қалмау керек мұғалім негізі. Ол өзінің мәртебесін сақтап, ұстап жүру, мәртебесін көтеру, ол сол мұғалімнің өзіне байланысты. Өзіне байланысты. Егер басқа мектептерде сабақ беру мүмкіндігі туса, қандай мектепте жұмыс жасар едіңіз? Маған сол басқа мектепте сабақ беру маған мәселесі туды. Мен бір ай болды, жаңа айттым өзіңізге. Жаңа мектепке ауыстым. Жаңа оқушыларға сабақ бере бастадым. Ортаңыз ұнайды жалпы? Ұнайды ортам. Өте жақсы. Үлгі алатын тұлғаларыңыз бар ма? Бар болса, кімдер? Тұлғалардан мен жаңа айтып өттім. Абайды айтып өттім. Үлгі алатын Ыбырай, Алтынсаринді айта аламын. Ал өзіңіз үлгі ететін педагогтар бар ма мысалы? Бар, өзім үлгі ететін педагогтарым. Мен өзім осы мамандықты таңдағанымның себебі де сол өзімнің үлгі алатын педагогтарым болды ғой. Сол кісілерге қарап мен қызығып, мен де осылай өскенде мұғалім болсам, осы кісілер сияқты жүрсем, мен де сол кісілердің мен өзімнің жұмысқа ең алғаш келген кезде мен Бейбіхан апай үлкен сол бірлестігімізде апайымыз болған еді, әрі өзіме сабақ берген еді кезінде. Сол кісіден өзім ойлаймын үлгі алған шығарым деп. Және де мен өзімнің анам да педагог болды. Педагогтықтан зейнеткерлікке шыққан. Сол кісілерден мүмкін мен сол кісілерге қарап қызығып үлгі алдым деп ойлаймын. Тамаша. Көркем шығармадағы сүйікті кейіпкерлеріңіз кімдер? Көркем шығармаларда мен көбінесе аналардың, Ғабит Мүсіреповтің аналар жайлы әңгімелері бар. Көптеген жазушылардың
қайсар қыздардың, мысалы Сұлтанмахмұт Торайғыртты алайық, Қамар сұлу, осы ана образдары, қайсар аналардың образдарынан маған өте өзіме ұнайды. Өзіме өте жақын. Мүмкін ойлаймын, мен де сол образдардың бойындағы қасиеттерді мен бойыма өзіме алған шығармын деп ойлаймын. Тамаша. Ал енді өмірдегі сүйікті кейіпкерлеріңіз бар ма? Олар кімдер? Сүйікті кейіпкерлер. Қазіргі кейіпкерлер ма? Иә. Айналаңызда жүрген. Кейіпкерлер көп қой, кейіпкерлер. Өмірдегі кейіпкер ғой жалпы. Енді сіз аналар деп жатсыз. Сізге сонда демек өмірде де аналар образы ұнайды ғой. Біз енді көп қыз баласы көп тәрбиені анадан алады ғой. Анамыздың, біз өзі жанұямызда анамыздың көзқарасынан барлық не айтайын деп отырғанын түсініп отыратынбыз. Сондықтан ойлаймын, кейіпкерлерім мен сол өзімнің туып өскен жерімдегі аналарымыздың, айналамда жүрген үлкен кісілеріміздің үлгі алдым деп ойлаймын сол кісілерден. Жалпы рухани қажеттілігіңізді немен толтырасыз? Рухани қажеттілікті біріншіден жаңа айтып өттім, әдеби шығармадан, көркем әдебиеттерден толықтырам. Екіншіден өмірден алған тәжірибемнен сабақ алып отырам, содан толықтырып отырам. Өмірдегі жалпы басты ұстанымыңыз қандай? Басты ұстанымым осы орайда бір Ыбырай атамыздың әңгімесі есіме түсіп отыр, бақша ағаштары. Әкесі мен баласы бақшаны аралап жүреді. Сол кезде екі ағаш тұрады, біреуі түзу өскен ағаш, біреуі қисық өскен ағаш. Сонда баласы сұрайды әкесінен: әке, мына ағаш неге екеуі бір жерде тұр, бірақ мына ағаш неге қисық деп. Ал мына ағаш түп түзу. Сонда әкесі айтады ол баласына: көрдің бе балам дейді, бұл ағаш, қисық ағаш өздігінен өскен ағаш, ал түзу ағаш әбден күтіп бапталған, уақытысында суарылған ағаш. Сол сияқты бұл әңгіменің өзі қысқа ғана болғанменен өте астарында үлкен бір тәрбие бар. Түзу ағаш секілді ұстанымым білім саласында жүргендіктен жалпы мақсатымыз түзу ағаш секілді балаларды да өмірге бейімдеп, өмірде өзінің орнын адаспай таба алатындай, қандай қиыншылықтар кездессе сол қиыншылықтарды оңай жеңе алатындай, ұстанымы мықты, бір жоғары дәрежеде өздерін ұстай алатындай, сондай тұлғаларды тәрбиелеп өсіру, жетілдіру деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Ұстанымыңыздан айнымаңыз. Жаңағы өзіңіз айтпақшы, қайсар образды қыздардың кейіпкерінен рух ала біліңіз. Бүгін бізге мынау ауыл мұғалімі педагогикалық диалог жобасына алғашқы қонақ болып, батыл қадам жасағаныңыз үшін көп рахмет айтамыз. Бұйырса алдағы уақытта әріптестік байланыста болайық деген ойдамын. Рахмет сіздерге де, жобаларыңыздың қуаныштымын. Өте керемет жоба. Ары қарай жалғасын таба берсін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз бұл жобамыз арқылы ауыл мұғалімдерінің статусын көтергіміз келеді. Қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, немесе талап тілектеріңіз болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Және бұл жерде алғашқы түсірім болғандықтан артық кем кетіп жатсақ, әлде бір қандай да бір мұғалімдердің ар намысына тиіп жатсақ, айып етпеңіздер, біз жай ғана қоғамдағы мәселелерге назар аудартқымыз келді. Сау, саламатта болыңыздар.